Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге Түшіру каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізде бидай көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Түсінде бидайды көру жақсы нышан және ақша табудың күнкөріс пен жақсылықтың болжамы екені даусыз. Түсінде бидайдың масақтарын көру көптеген жақсылыққа толы жақсы жылдың үмітін білдіруі мүмкін. Үйленген әйелдің түсінде бидай көруі жүктіліктің жақындап келе жатқаны және сау баланың дүниеге келуі туралы жақсы хабар болып табылады. Түсіңізде жасыл және қатты бидайды көргенде, бұл оның өміріндегі тұрақтылық пен өркендеуді білдіреді. Егер адам бидайдың масағын ұстай алмайтындай көрсе, бұл оның өмірінде қиындықтар мен сынақтарда зардап шегетінін көрсетеді, және ол қолда бар мүмкіндіктерді толық пайдалана алмайды. Бұл қиындықтар уақытша болуы мүмкін. Сондықтан түс көрушінің қиындықтарға қарсы тұруды, шыдамдылық пен табандылық пен шыдамды болуды ұсынылады. Егер ер адам үйілген немесе пісірілген дән мен қазан бидайды біріктірілген көріністі көрсе, бұл оның өмірінде молшылық пен байлық болатынын білдіреді. Бұл ақшаға, кәсібі, табысқа немесе тіпті отбасылық бақытқа қатысты болуы мүмкін. Үйленген адамға бидай себетін көру бақыт пен мақтаныш сезімін білдіреді. Үйленген әйел түсінде бір қап бидай көрген болса, бұл оның жақсы және тұрақты балаларының анасы болатынын білдіреді. Бұл ана болу бақыты мен қуаныш және балаларының дұрыс тәрбиелеуге деген сенімді көрсетеді. Түсінде бидай егінін көру түсінде жақсылық пен мол күнкөрістің келуін білдіреді. Түсінде бидай салынған қапшықтарды көру туралы айтатын болсақ, бұл түс көрушінің маңызды жауапкершілікті мойнына алатынын және маңызды істерді ұйымдастыруға рөл атқаратынын білдіруі мүмкін. Егер түс көруші түсінде бидайдың егінін орып жатқанын көрсе, бұл оның жақсы және қуанышты жаңалықтарды еститінін білдіреді. Егер үйленген адам түсінде бидай жинап жатқанын көрсе, бұл оның өмірінде мақсаттарына қолы жеткізетінін көрсетеді. Егер жігіт немесе жас жігіт түсінде қолында бидай дәнін ұстап тұрғанын көрсе, бұл оған байлық, пайда және жақсылық келетінін білдіреді. Үйленген ер адам үшін түсінде бидайды көруі оның әйелімен тұрақтылығы мен бақытты екендігін көрсетеді, және олардың біріктіретін күшті сүйіспеншілікті білдіреді. Жалпы ерлі-зайыптылардың түсінде бидай көруі оның некедегі өмірінде тұрақтылық пен сәттіліктің белгісі болып саналады. Жалғыз әйел үшін түсінде бидай дәндерін көруі оның өмірінде үлкен қуаныш күтіп тұрғанын білдіреді. Бұл көрініс оның өмірінде болатын үміт пен өзгерістерді бейнелейді. Бидай сонымен қатар оның өміріндегі міндеттемелердің жақындап келе жатқанын көрсетуі мүмкін, өйткені ол жақын арада өзінің сабырлы және жақсы адамға үйленуі мүмкін. Егер адам түсінде бидайдың жоқ немесе бос қапшықтарды көрсе, бұл материалдық шығынға немесе қаржылық өмірде қиындықтарға бастан кешіруі көрсетуі мүмкін. Бұл көрініс адамға өз байлығын сақтаудың және қаржылық мәселелерде сақ болуының маңыздылығын ескертуі мүмкін.